Бүгін енді міне Еңбекшіқазақ ауданы Қырболтабек ауылындағы ұлы дала қоңырау атанған Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектебімізде даналар сөзі ақылдың көзі деген тақырыпта үлкен кездесу іс-шарасы өтті. Міне керемет ұлттық құндылықтар туралы, отбасы тәрбиесінің маңызы туралы келелі ой қозғалды. Керемет. Көне сонау 12 ғасырдан бері келе жатқан Жүсіп Баласағұн бабамыздың жер жақынға жаям десең атыңды, бал бөбекке қызмет қыл татымды. Қатты тәртіп көрсе бола бүгінде еңбегімен қуантады түбінде. Ертең өзің қалмау үшін табаға жақсы өнеге көрсете біл балаға деген үлгілі насихат сөзін негізге алып отырып, біз отбасы тәрбиесінде ұлға да, қызға да ата-ана тәрбиесін, әже тәрбиесін әрине барынша сіңіруіміз керек. Ұлттық руханиятымыздың уызына қанып өскен бала әсте әрине жаман болмайды. Әке деген 3 әріптен тұрады. Ашылмаған құпия сөз бұл әлі. Әкесі қартау болғандана бауырында сарқылмайтын мөлдір кәусар бұлағы, ал баласы сол бұлақтың жайқалып жағасында желтіл деген құрағы. Ата-анасын ырза еткен ұл қыздың мәңгі бақи жәннат болар тұрағы дейді. Асыл тұлғаларымыздың, ата-бабаларымыздың асыл сөздерін көкейге тоқып, жаттап оқып өссек, әрине біз жаман болмаймыз. Себебі қазақ халқында ат құнына бергісіз ақыл болады, нар құнына бергісіз нақыл болады. Аталардың аталы сөзін естіп өскен ұрпақтың ісі әрқашанда мақұл болады дейді. Міне қариясы бар, елдің қазынасы бар деп, қариялар біздің қазыналарымыз, ата-бабамыздың асыл сөздерін ардақтап, соны салмақтап, санамызға сәуле түсіріп, соны ойымызға оралтып, әр уақытта еске алып, жаңғыртып отырсақ, біз ұрпақ тәрбиесінде ұтарымыз көп. Бүгінгі ұйымдастырылған кеш ерекше кеш деген болар едім. Өйткені тақырыптың қойылуының өзінің қаншалықты мәнді, маңызды екендігін даналардың сөзі ақылдың көзі деп, мен тура ақылдың өзі деген болар едім. Ал сөздің құдіреттілігін, ал ол сөзді сіз ақылыңменен ғана жеткізіп айтасың. Сондықтан да бүгінгі қойылған тақырыптың ерекшелігі де, мәні де, маңызды сонда. Құдайға шүкір, қазақ даналарға да, дараларға да, ақылларға да, данышпанына да ешқайсынан кенде емес. Бірақ даналарының да даралары бар. Мен бүгінгі кеште өте бір ерекше даналықтың да, даралықтың да ерекшелігі деген болар едім. Өйткені бұнда көбінесе бір адам емес, 2 адам емес, мына мектептің басшысына да, қосшысына да, мені алып келген Қамнұр бауырыма да көптен көп рахмет айтамын. Өйткені жүздесу деген адамның жарқын жүзін көріп, жанарына жанарыңды қадап, бүгінгі қоғамға керекті дүниені ой бөлісіп айтқаннан артық не бар? Қабылдайын деп тұрған ата заңымызда заң бар, тәртіп бар. Мен сол заң менен тәртіпке тәрбиені дегенді қосса екен деймін. Әл-Фараби бабамыз тәрбиесіз берілген білім ол қасіретте деп босқа айтпаған. Мен де сол өзімнің дәл сондай даналық данышпандығым болмаса да тәрбиесіз білім сусыз диірмен деген болар едім. Бүгінгі ұстаздар мен де, ата-аналар мен де, оқушылар мен де кездескеніміздегі осы тәрбие жөнінде басым айтқанымыздың өзі орынды. Ал тәрбие қайдан басталады? Тәрбие отбасынан басталады. Ең негізгі тәрбиенің де, білімнің де, ұлттың бойындағы даралықты, даналықты көрсететін де, ұғыстыратын да ол отбасындағы аналардың рөлі ерекше. Ана егер баласының бойына бесіктің өзінің ақ сүтіменен бойына дарытса, бесіктің жырыменен, одан кейінгі әрбір күнгі өзінің ұлттық бойындағы тәрбиесін берсе, ол одан артық үш нәрсе жоқ жаны. Міне, ал одан кейінгі енді міне мектеп бала тәрбиені ата-ана өзінің отбасында балаға жақсы тәрбие беру керек те,
ал ол тәрбиені мектепте тәрбие мен білімді ұштастырып жалғастыра білу керек. Шын қазақ өзінің ерін де анасын да ерекше бағалаған. Тіпті қызын төрге отырғызып, есік жаққа да отырғызбаған ондай қасиеті бар. Ұлын нарға, қызын арға балаған. Неге сол қызының арлы, намысты болғанын жақсы көреді, ұлының нар, халықтың әр ұлтының өзінің ары қарай алып баратыны соған сенімменен тапсырады. Ал сенім қазақта сең бұзады дегенімізде осындай. Шын әкенің сесі балаға иіс. Ал әкең өзінің қазақ баласын үш-ақ сөзбенен тәрбиелеген. Ұят болады, жаман болады, обал болады. Әрқайсының өзінің орнымен. Егер нанның қоқымын жерге түсіп, оғын басып жатса, ей балам, обал болады деген. Сонда соның нанның қадірін біле білген. Бүгінгі кешіміздегі сол қазақтың ұлттық рухани дүниесі, ең рухани дүниесі ол тіл. Тіл ұлттың жаны, рухани дүниесінің ең алтын қоймасы. Сол тілімізбенен бүгінгі ұлттық дүниенің рухани нәрсені баланың бойына дартып жеткізіп отырған кештегіміз бұның өзі қандай. Мен кештерде көп болып жүрмін, кездесуде көп болып жүрмін, бірақ бүгінгі кештің де форматы да, ұйымдастырылуы да өзіндік ерекшелімен. Әсіресе менің риза болғаным, жасысы бар, жасамысы бар, бастығы бар, қосшысы бар, барлығы үйіп тыңдағандарым. Өзімде сол қазақша сөйлеп, ненің ләззаттанып, ұрықтанып отырғаным. Ал адам баласының бойында ұрық болу керек. Қазақтың әрбір сөзінде құны да, қадірі де босқан. Соны қолдана білек дегенде, бәріне соны айтамын да, сақтар болсаң, халқыңды тілді сақта. Одан артық басқа құнды дүние жоқ деп, Әбіс Сәрсенбаев айтқандай, шын тіл құнды. Ал сөз соның жеткізуші құралы. Енді еліміз тыныш аман болсын, бәрімізге Құдай осындай жүздесуіміз жарқын болсын деген соны тілеймін. Бүгін Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Қырбалтабай ауылындағы Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектепте «Даналар көзі, ақылдың сөзі» атты іс-шарамыз өте бір жоғары деңгейде өтті. Оған енді біз де соған үлес қосып, өзіміздің қолөнер көрмесін алып келіп, осы болашақ ұрпаққа өзіміздің дәстүрлі қолөнеріміз, оның ішінде осы мал терісінен жасалатын ыдыс-аяқ түрлері, және де көптеген ата-бабамыз тұтынған қару түрлері, оның ішінде өзіміздің күнделікті өмірде пайдаланып жүрген қамшы, белбеу сияқты заттарды алып келіп, онымен жас ұрпақты осы мектеп ұстаздарын және де мектеп оқушыларын таныстырып, олардың көптеген қойған сұрақтарына жауап беріп, сол ерте кездегі өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды, ұлттық дәстүрлерімізді насихаттап, әңгіме етіп айтып бердік. Жалпы енді бүгінгі кеш өте бір жақсы өтті деген ойдамын. Бүгінгі енді біздің кешімізге Асыл апамыз, атамыз бар, Дәулет мырза ағамыз бар, сол кісілерді шақырып, осындай үлкен бас қосу болды. Негізгі өткізіп отырған шарамыздың мақсаты осы жас ұрпаққа, жас буынға, ата-аналарға сол кісілердің көрген білгендерін, ой түйгендерін осы ұрпақтарға жеткізу. Дана тұлғаларымыздың өмірде түйген білгендерін, өмірлік тәжірибелерін осы ұрпағымызға жеткізіп, сол ұрпағымыздың жаңа рухани танымдық дүниесін ашу мақсатында осындай кешті ұйымдастырдық. Осы кешіміз ата-аналарымызға, оқушыларымызға жақсы бір ой елегінен өткізетіндей, өздеріне бір рухани танымдық үлгі алатындай бір кеш болды деген ойдамын. Болашақ ұрпағымызға жақсы тәлім, тәрбиелі мәні бар бір іс-шара болды деп есептеймін.